Ыдыс-аяқтың сылдыры баланың шуынан оянған Айгүлдің басы мең-зең. Өз-өзіне келе алмай отырғанда Мараттың күйеуі ащы даусына селк ете қалды. «Ей, сен әлі оянбағансың, тұр да шай қой, асқазаным аш қасқырдай ұлып тұр». Осы еркектер кешірім сұраудың орнына дүңкілдейді де жүреді деп күңкілдеп шығып жатып, ас үйде енесі мен абысының өзі туралы әңгімелерін құлағы шалды. Абысыны өзінен де бар ішіп келген үндемей, сен жақсы деп жатқызса қай еркек ұрады? Енесі: әйел адам аптасына бір таяқ жеп тұрмаса, молдасын ұмытады деуші еді. Өздері тілеп алады, болмаса үзілейін деп тұрған қатынның есі бар еркек ұра ма? Деп кешегі күнді өзара талқылап тұр. Айгүл сәлемін салып, түк болмағандай күліп, таңғы асын дайындауға кірісті. Әшейінде баж ете қалатын Айгүлдің бұл жолы есі кіргендей. Енесі мен абысына дым деместен шайын беріп түскі асына кірісіп кетті. Кешегі түнде Құдайға не жаздым деп жылап отырып, бұның барлығы неден басталды, бұл жағдайға қалай келдім деп өзіне сұрақ қойды. Ұзақ ойланды, бір шешімге келгендей. Қанша таяқ жесе де ажырасып кете алмайды. Екі баласына да қарап қояды. Жан жағымды жеңетін жалғыз күш үндемеу деп бір шешімге келді. Енесі мен абысыны таң қалып жүр. Әсіресе абысыны: «Ей, сен Айгүлсің ба? Тас жұтып қойғансың ба әлде? Оң жағыңнан ояндың ба? Сені осы қалпыңмен көрген қызық екен». Айгүл шығып кете салысымен: «Апа, не де болса бұның бір ойлағаны бар. Мүмкін емес 4 жыл ырылдасып, бір күнде сөйлемей қалуы. Мен анықтаймын» деп ойы шашыраңқы күйде Айгүлдің артынан ілесті. «Бері қара, ойлағаның бар? Кешегі таяғың басыңа ақыл болып тиді ма?» деп Сая абысыны Айгүлдің жағасына жармасты. Енесі арашалап алмағанда кім білсін, екеуі бір-бірінің етін жеуші ма еді. Айгүл бөлмесіне кіріп, үндемеудің де өз қайшылығы болатынына көз жеткізді. Бірақ соңына дейін барамын деп өзін қайрап ас үйге қарай шықты. Енесі сөз бастады. «Қарағым, неге үнсіз жүрсің? Бір ойлағаның болса айт. Баламның мен айналдырам деп әуре болма. Екеуің бір шаңырақта тұрасыңдар». «Апау, үндемесем де шықпаймын ба? Арылдаймыз, қаппаймыз, өзіңізден жақсы таппаймыз» деп үндемеуге бел будым. Абысыным болып үлкендігін көрсетпесе, кіші болып мен бірінші әйелдім. Сіз де ақ-қарасын ажыратудың орнына бөліп жарғаныңыз жарамады. Айгүлдің тамағына тығылған ащы өксігі мен көзіне шыққан жасы енесіне деген өкпесінің қара қазандай болып кеткенінің айқын дәлелі. Ішіндегі бар насы мен ашу-ызасын айтып жеңілдеп алғандай болды. Енесі ләм-мим деместен басын төмен қаратып шұлғи берді. Саяның қасында неліктен Айгүлді кінәлай беретініне өзі де аң-таң. Айгүлдің де реніші орынды. Тоқалдан туылған баланың келінін ұқсатып күн бермеппін-ау деген оймен терең күрсінді. Ашагүл енесі. Жүзіне әжім жайлаған, бидай реңді, таңқы мұрын, қызық көзді орта бойлы әйел. Жастайына 2 ұл, 2 қызбен жесір қалған келіншек. Жолдасы марқұм араққа жаны құмар болып, ақыры бұл дүниемен қош айтысқан. Ішіп келіп балаларының көзінше әйелін сабап күн көрсетпейтін. Қыздары мектепте сыныптастарынан намыстанып, 9-шы сынып бітіре сала екеуі де колледжге оқуға кеткен. Ұлының үлкені Мұрат ес білетін жаста болған. Анасын сабағанда әкесіне тісін қайрап, үлкен болғанда арақ атаулыны жоқ қылам деп іштей ызаланатын. Ол кезде Мараттың жасы небәрі 1 жаста. Қазір қыздары тұрмыста өз-өзімен бала шағалы болып кеткен. Дүркіне жылына 1 рет келіп тұрады. Қартайғанда көрем деген сенетінің түрі мынау. Баяғы ызаланған Мұраттың ізі де қалмаған.
Ұл баланың әкеден өте туатын сиқы болып шықты екеуі де. Күнде үйінде қойылым. Әйтеуір екеуінің де аналарына деген бітпейтін өкпесі көп. О Аллам, бұлай қайнай бергенше неге ертерек алмайсың деп егіліп, езіліп жылаған анаға қарайтын ешкім жоқ. Әшім мен Ақшаштары Аршагүлді өз жасынан ерте қартайтып жіберген. Апа! Деп шыңғырған Саяның даусына Аршагүл сүріне қабына жетіп барды. Мұраттың жұдырығынан көзі қан талап ісіп кеткен Саяны көріп, енесі жүрек талмасынан құлады. Әупірімдеп жүріп, Айгүл жедел жәрдемді шақырып, енесін ауруханаға алып кетті. Енесін жан сақтау бөліміне кіргізді. Ұзын дәліздің кереуетінде жанын шүберекке түйіп, аман қалуын тілеп отырып, бүгінгі айтқандарына өкіне Айгүл жылап отыр. Бұлардың соңынан Марат пен Сая да ауруханаға келді. 1 сағат өтер-өтпестен жан сақтау бөлімінен ақ халатты дәрігер шықты. Барлық нәрсеге дайын болыңыздар, аман қалуы екі талай, деген дәрігердің сөзінен соң барлығының салы суға кетті. Марат жеңгесі мен әйелінен үйін жіберіп, өз анасын күтіп отыр. Ауруханада жан сақтау бөлімінен шыққан адамдардың сан түрлі тағдырын көріп, анасының сауығуын тілеп, бұл да жылап отыр. Қанша отырғаны белгісіз, ойланып отырып, көзі ілініп кетіпті. Бір кезде иығынан түрткен дәрігердің даусына оянып кетті. Аршагүл Бақтиярқызының жақынысыз ба? Я, мен оның ұлымын, жағдайы қалай? Көзін ашып ұлдарын шақырып жатыр, жағдайы өте ауыр, кіріңіз. Деген дәрігердің сөзін ести сала жан сақтау бөліміне ұшты. Марат кіре сала анасын танымай қалды. Әппақ шашты, бір шөкімдей болып шөгіп кеткен анасының бетінде әжімнен сау жер қалмапты. Реңі қуарып кеткен. Анашым, ақ анам менің, кешірші, кеше гөр мені тентек балаңды деп, анасын қапсыра құшақтап, ебіл-дебілі шығып жылауда. Анасы да кештім дегендей қолын әлсін-әлсін қозғалтып қояды. Терең күрсініп, анасы да сынағы бітпейтін әлемнен мәңгілікке қош айтысты. Мына әлем айналып, ақыр заман болса да, енді Маратқа анасыз өмірінің мәні қалмағандай шарасыз күйде. Шешесінің өлі денесін алып үйіне әкелді. Келе сала ағасы мен жеңгесіне бас салды. Сендер барлығына, екеуің кінәлісіңдер, шығыңдар үйден. Анамның өмірін жалмаған жалмауыздар деп шүйлікті. Жан жақтан жиналған көрші-қолаң, ағайындарының қарасы көбейді. Бірі тағдырды кінәласа, енді бірі бара шағаларын кінәлап әлек. Екі әйелдің бас қосқан жері сыпсыңдап өсек айту. Құдды бір жаназаға емес, әңгіме соғуға келгендерсің. Бір кезде жер бауырлап жылаған әйелдердің даусы естілді. Олар Аршагүлдің қыздары Марал мен Мадина еді. Бұл өмірде бала үшін ең ауыр кезең ата-анадан айырылу шығар. Аналарын арулап, қара жердің қойнына тапсырған соң, үйде қалған балалардың дауы үдей түсті. Қыздар да Саяға өшіккен. Саяның қайын әпкелерінде шаруасы жоқ. Бар ойы енді отанды иемдену, және Айгүлді қалай да күн бермей жөніне жіберу. Солай өз-өзімен арпалысып терең ойдың жетегінде тұрғанда, Марал келіп шай дайындауын сұрады. Бұл үйде менен де басқа келін бар екен, ұмытып қалдыңыз ба? Қайда жүр Айгүл? Баяғыда апам бар кезде ылғи мен дайындайтынмын деп, енді сөз бастай бергенде, апа туралы сен айтпай-ақ қой. Анам Мұрат екеуінің кесірлерінен қайтыс болғанда ұмытып қалдың ба? Және сол үшін сендерді кешіреді деп ойлап қалмаңдар. Екінші анам туралы сөз айтпа деп, Марал келініне жегіп тастады. Марал Мадинаға қарағанда еті тірі, аузы батыр әйел. Мадинаның қойсаңшы, соларды кінәлағанмен анамыз тіріліп келе ме? Деген сөзіне құлақ асар емес. Бір жоқта анам бейшара талай қорлық көріпті. Неге бізге ешқайсысын білдіртпеген деп, иығы кемсеңдеп жылап та алды. Ас үйде қалған екі келіннің шайқасы да басылар емес.
Сая Айгүлге отырса опақ, тұрса сопақтың керін жасады. Тіпті келіп жатқан қонақтардан да ұялар емес. Одан қалды байына жамандап өз ойын жүзеге асыруға шындап кірісті. Жетісін өткізген соң қыздар үйіне тарқасты. Үйде қалған Сая мен Айгүлдің даулары бітер емес. Тамақты да екі бөлек жеп жүр. Аналары кетіп, үйінің берекесі жоғалды. Есік алдында ойнап жүрген балаларын да араластырмай қойды екі абысын. Мұрат ішуін тоқтатқан жоқ. Енді анасын жоқтап ішетін де шығарды. Қит етсе ұрыс шығарып, келіні мен інісінің бала-шағасын үйден қуды. Саяның армандары орындалып, екі езуі құлағына жеткен. Айгүл бұл жолы өзін қор құл санап егілді. Інісі Мараттың қызметіне ішпей кіріскелі лауазымы жоғарылап, аудан орталығына жұмыс бабымен ауысты. Саяның да Айгүлдің де қуанышында шек жоқ. Әсіресе Айгүл Аллаға шүкір, шүкір деп қуанышта секіре берді. Орталыққа келген соң Айгүл өз-өзін реттеп, балаларын балабақшаға беріп, жұмыс істей бастады. Бір жапырақ дипломы болмаған соң, қай жұмыс орнын алады дейсің деп келе жатып, сән салонына көзі түсті. Ішіне кіріп жұмыс сұрап еді, еден жуушы қылып Айгүлді жұмысқа алды. Жұмыстың табылғанына қуанып, ертерек үйіне барып, кешкі астың қамына кірісті. Күйеуін асыға күтуде жаңалығын айтпақшы. Сол түні отбасында алғаш рет барлығы қуанып тамақ ішіп, көрген қиындықтарын бір сәтке ұмытып, шат-шадыман күй кешті. Алланың сабыр еткен пендесіне дайындаған сыйлары таусылар емес. Марат жұмысын адал істегені үшін бастығы үй сыйлады. Екі бөлмелі болса да өздері үшін үлкен сарай. Ал Мұрат үшеуін тоқтатпады. Інісі мен келіні кеткен соң үйінде азық-түлігінің тайыны қалмады. Саяның ойына жұмыс істеу кіріп те шықпады. Анасының 40 күндік асын өткізу үшін Марат отбасымен ауылға жиналды. Жолда келе жатып, Айгүлдің ойына баяғы қиыншылықтары орала берді. Көзіне жасы тоқтар емес. Бір түрлі ауылға оралса бұрынғы өміріне оралатындай қорқынышы да бар. Терең ойдың жетегіне отырып жетіп те қалыпты. Бұларды күткен ешкім болмады. Қарайған қара шаңырақ бос тұр. Үйді иемденіп жүрген Саяның ізі де жоқ. Көршілерден сұрастырып еді, Мұрат үйіне анда-санда келіп жүр, Сая болса бала-шағасын жинап төркініне кетіпті. Марат пен Айгүл екеулеп үйді ретке келтіріп, қонақтарды күтудің қамына кірісті. Айгүлдің абысына деген реніші басылмаса да, күйеуіне қайтадан үйге әкелуін өтінді. Үйлеріне азық-түлікті алып келген соң Саяның төркініне қарай тартты. Саяның реңі өшіп, мына өмірден күдер жабырқау күйде. Қайнысы мен келіні іздеп келгенде қуанғаны көзінен байқалады. Екеуінің артынан күйеуің іздеп еді де келмепті. Марат, жеңеше, біз ауылға келіп анамыздың 40 күндік асын өткіземіз бе деп едік, өздеріңсіз үйіміз босап қалыпты. Жүріңіз, анамның орнын басатын енді өзіңізсіз. Барлық өкпе реніш артта қалсын. Ағамды жабылып жүріп бірдеңе қалармыз деп жеңгесін қапсыра құшақтады. Айгүл де қоштап, я, үйіңіздің үлкені басшысы сізсіз. Әруақ разы болмай тірі баймас. Апамыздың 40 күндік асын абыроймен тату өткізейік деді. Саяның ұяттан беті қызарып, көзінен жас парлады. Осы уақытқа дейін неге үнемі бұларды жек көрген? Өз үйіне қалды емес пе? Расында, бақытты болу өз ойында. Әр адамның өзінің екеніне көзі жетті. Қайнысы мен келіннен барлық істеген қателіктері үшін кешірім сұрады. Осылай тату болып, анасының 40 күндігінде ел қатарлы өткізіп алды. Марат ағасына намаз оқуды үйретіп, қаласа жұмыста тауып беруге әзір екенін айтты. Үйіне береке кірген, бұрынғыдай емес. Барлығы бақытты, әсіресе балалар. Аулада асыр салып алаңсыз ойнауда. Дәл осы бақытқа
анасы жетпей тұрғандай.